Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Осы видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар және лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл видеоны барлық жандар көрсін. Я достар, қазіргі таңда көптеген адамдардың прямой эфирларына, видеоларының астына қарасаң, көбі боқтап жатады. Яғни боғауыз айтып жатады. Көбінің айтатын боғауыз шешесінен, әкесінен, басқа да боғауыздар боқтап жатады. Ол боғауыздардың барлығы сіздерге ол жай ғана боқтай салдым болды шығар, я? Шын мәнінде ол боғауыздарыңызды екі жағыңызда отырған періштелер барлығын ешқандай қателіксіз жазып жатыр. Ол үлкен күнә. Өздеріңізге күнә жинап, сол адамға сауап жинап отырсыздар. Және де ол намаз оқысын, намаз оқымасын, ол медреседе оқысын, медреседе оқымасын, барлығына да күнә жазылады. Сосын тек қана намаз оқитындарға ғана болмайды, немесе медреседе оқығандарға болмайды емес, барлығына болмайды боқтауға, және барлығына намаз оқу парыз.